Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Рамазанның мамасымын. Сендерге бауырсақ ертегісін алып келдім. Бауырсақ ертегісін оқып берейін бе сендерге? Әдемірек тыңдап отырыңдар, иә? Баяғы бір заманда ата мен апа болыпты. Кемпірім, кемпірім, менің қарным ашты, маған бауырсақ пісіріп берші. Үйде ұн жоқ қой, қалай бауырсақ пісіріп беремін мен? Қамбаның ішін көрсек қырып-қырып, қамбаның ішінде ұн түбіндегі ұн бар шығар. Содан бауырсақ пісіріп бер, жарайды көрейін. Ата қыдырып көшеге кетеді. Ой, қамбаның ішінде не бар екен деп көріп келейін деп апа кетеді. Апа бауырсақ пісіреді. Бауырсақ пісірген кезде бауырсақ ыстық болады. Сөйтіп барып бауырсақты терезенің алдына қойып қояды. Бауырсақ суи берсін деп апа далаға шығып келейін деп кетеді. Сөйтіп бауырсақ домалап терезенің алдынан домалап кетеді. Домалап келеді, терезенің алдынан домалап түседі да жүгіріп келе жатады. Алдынан қоян шығады. Қоян: "О, бауырсақ, мен сені жеп қоямын, менің қарным ашты" дейді. Бауырсақ айтады: "Мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, менен сенен қашып кетем қоян" дейді. Сөйтіп жүгіріп келе жатады. Бауырсақ алдынан аю шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін, менің қарным ашып тұр. Бауырсақ айтады: "Мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін" дейді. Мен апамнан қаштым, мен атамнан қаштым, мен қояннан қаштым, менен сенен қашып кетемін дейді. Сөйтіп бауырсақ аюдан қашып кетеді. Қашып келе жатқан жерде, домалап келе жатқан жерде алдынан қасқыр шығады. "О, бауырсақ, мен сені жеп қоямын, қарным ашып келе жатыр еді. Бауырсақ, мен сені жеймін қазір". Бауырсақ айтады: "Мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен қояннан қаштым, мен аюдан қаштым, менен сенен қашып кетемін" деп қашып кетеді. Қашып келе жатады. Бауырсақ қашып келе жатады. Ең соңында түлкі шығады. Бауырсақ, мен сені жеп қоямын, менің қарным ашып тұр". Сол кезде бауырсақ айтады: "Мен жемеші, мен саған өлең айтып беремін" дейді бауырсақ. Бауырсақ енді өлең айтайын деп жатқан кезде түлкі не дейді? Мен дұрыстап естімеймін, менің тұмсығыма тұрып айтып берші" дейді. Сөйтіп бауырсақ айтады: "Жарайды, мен айтып беремін, сен тұмсығыма тұрып өлең айтып беремін" дейді. Сөйтеді: "Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен қояннан қаштым, мен аюдан қаштым, мен қасқырдан қаштым, енді сенен қашам" деп айтайын деп отқан кезде не істейді? Түлкі жеп қойды деп жеп қояды. Сонымен бауырсақ ертегісі бітеді. Түлкі не дейді? "Менен ешкім қаша алмайды,